Қазақтың қолөнері деген не? Киіз үй шын мәнінде қандай болды? Ою-өрнектің қандай түрлері бар? Ата-бабаларымыз бояуды қайдан алған? Домбыра мен қобыздың атасы не? Қазақтың музыкалық аспаптары қалай шықты? Ата-бабаларымызда тоқу машинасы болған ба? Қазақтың ұлттық қолөнері дегенге ең әуелі ою-өрнек есімізге келеді. Бүгінгі күні олардың 300-ге жуық түрі бізге мәлім. Әрбір ою-өрнектің өзінің бір мәні мен сыры бар, өз тілі бар. Кезінде тіпті оюшы деген маман да болған. Жәнібек, өскенде кім боласың? Батыр болам. Сен ше? Менің атам оюшы, әкем оюшы, мен де оюшы боламын. Әрбір өңірдің өзінің атақты оюшылары болған. Оюларды хаттың орнына да қолданған. Мысалы, ұзатылған қыз ою-өрнек арқылы өз төркініне хал жағдайын айтып отырған. Әй, отағасы, қызымыз кесте тоқып жіберді бізге. Ойбай, қандай ою-өрнектерді салып жүрді екен? Қанеки, көрейік хал жағдайын. Иә, әрбір оюдың өзінің жеке мағынасы бар. Қошқар мүйіз ою-өрнегі байлық пен саулықтың белгісі. Тұмыршақ ою-өрнегі тіл көзден сақтау үшін қолданылады. Тұйық оюы шексіздіктің, ұзақ өмірдің белгісі. Хандар мен батырлар осы оюды қолданған. Басқаша тасбақа деп те атайды. Айта берсек, оюлар өте көп, және де кез келген жерде қолданылады. Сол үшін әрі қарай жалғастырайын. Халқымыздың қолөнері көшпелі өмір салтымен тікелей байланысты. Қазақтың ағаштан, теріден, жүннен, сүйектерден, күміс алтыннан, саз балшықтан жасалынатын заттар бар. Тұрмыстық жағынан қарастыратын болсақ, қазақтың қолөнеріне жататын киіз үй жайлы айтқым келіп тұр. Киіз үйдің 4 бөлігі бар. Кереге, уық, шаңырақ, сақырлауық. Сақырлауық деген есік деуге болады. Оның барлығы ағаштан жасалынады. Бір-бірімен олар жүннен, теріден жасалған жіптермен ағашпен бекітіледі. Сырты киізбен жабылады. Киіз деген не? Киіз қойдың жүнінен жасалынады. Киізді жасауда киіз басу дейді. Сонымен қоса киізден басқа да заттар жасалынады. Мысалы, киіздің үстіне ою салып, текеме жасайды. Қазақ даласында көбінесе қара және сұр қойлар болған. Сол үшін ата-бабаларымыз көбінесе қара, не болмаса сұр киіз үй жасаған. Ақ киіз үй көбінесе байлар мен хандарда болған. Сонымен қатар киіз үйді басқаша қар, яғни қара үй, қазақ үй деп те атайды. Қазақ үйдің ішінде қолөнер бұйымдары баршылық. Олар текемет, сырмақ, бөстек, көрпе, ыдыс-аяқ сақтауға арналған асадал, киім-кешек пен басқа заттарды сақтауға арналған сандық, тамақ сақтауға арналған кебеже, киім ілуге арналған адалбақан және тағы басқа қазақ қолөнерінің бұйымдары. Ал қазақтарда тоқу машинасы болды ма деп ойлайсыздар ма? Әрине, оның аты өрмек. Өрмек арқылы көптеген нәрселерді жасауға болады. Қазақ қолөнершілері жасайтын бұйымдар өте әдемі, әр түсті болып келеді. Сонда бояуды қайдан алған? Бояулы қазақтар гүл шөптерден алған, яғни барлығы табиғаттан алынған. Зергерлік қолөнері.